аяғым ауырып кетті ғой, аяғым қақсап. Анау келін қайда кетті екен? Шайдан ме екен? Ау апа, қалайсыз? Сәлем бердік. Көп жасар бол айналайын. Шай ішіңіз апа. Жүр кеттік шай ішейік. Шай дайындап қойдым әне, сізге. Шай құйып қойдым. Неге қақсап кетті ғой? Шай ішіңіз әне, шай құйып қойдым сізге. Апа, шай ішіңіз. Шай ішеміз ғой енді. Ет жейсіз ба? Жоқ. Маған жеп алғам. Сізге қандай тамақ жасап берейін апа? Ой, сол орама тамақ шығар. Сый тамақ па? Соны пісіре сол. Соны жасай салайын ба? Бала шаға солар жақсы көреді, сондай тамақ жақсы көреді ғой. Жарайды апа. Тісіңіз өте ма? Білмеймін, өтеді әйтеуір. Не жеп жатсыз апа? Нанға майға да, и сосын шай. Ас болсын апа. Рахмет. Сен де шай ішіп. Ой, мен сізге нан илейін деп соны илеп қойдым қазір. Нан илеп, жаңағы сіздің сый тамағыңызды жасап берейін деген ғой. Кухняда қатты таза қапты ғой айнадай. Иә, кеше тазалық жұмысын жүргіздік қой. Сол баяғы өз каналына видео түсірген шығарсыз. Иә да. Әкем бұқатта. Рахмет апа. Кеше бар ғой. Кешке сағат тоқта қал деді ғой, жөндедің ба? Батарейкасын сап қойдым апа. Шай ішіңіз, қызылдап қойып берейін, ыстық-ыстық. Баншы өз ыстық. Етіске комнаталарын бәрі жинап тұрған шығар. Үлкен қызым жинаймын деген бағана. Жинадым екен. Бағана сабақтан келді, би келіп қалды ма тағы? Би кеше болған, бүгін жоқ қой деймін би. Қайда қайғайып қалды? Білмеймін. Шай ішіп отырған шығар. Апасымен бірге. Қайда ол? Мен ғой апа. Шай ішіңіз апа. Шай ішіп отырмын. Шайым қалай екен, дәмді ме екен? Дәмді екен. Тағы да ішіңіз. Терледіңіз ба, кішкене жатып дем алып алыңыз сіз қазір. Дем алып алайын. Сіз тұрғанша тамақ дайындап қоям ғой. Айналайын, шайым дәмді болыпты. Ас болсын апа. Тағы ішесіз ба? Жоқ, болды, тойып қойдым. Самасын қалдырмай ішіпсіз. Самасын да жеп қоймадыңыз ба? Ұнамайды ғой. Түк қалдырмай ішіпсіз ғой тегі. Сақ ішінесіз ба апа сіз? Иә. Аузыңызда сағызыңыз бар. Тісіңіз бар ма? Иә. Қайсы? Ойбай. Анда бар, мұнда бар. Ет шығарып қойдым апа, жібіп тұрсын деп. Тамақ істегенге. Не істеп жатсыз апа? Мусор тастай жатырмын. Ой, өзім тастай саламын ғой, болды. Еңкеймесеңізші, бетіңіз ауырады ғой. Ойбай, есігін дұрыстап жабасыз ба, жұлынбай, тарсылдатпай. Ой, жабалмаймын, істеп тұрды. Туй, апа, не болды, орамалыңыз түсе берді ғой тек. Кішкене жат дем албаңыз диванға. Сізге төсек сап берейін ба? Жоқ, өзім салып. Айды салсашы. Апа, комнатыңызға кіріп жаттыңыз ба? Терезеңіз ашық қапты, жабайын ба? Суық бола ма? Ауа кірсін ба? Ауа кірді. Ана халатыңызды киесіз ба апа? Киіп жата беремін. Сол жата бересіз ба? Иә. Көрпемді алайын. Жақсы жатып жайылып тұрыңыз. Сіз тұрғанда тамақ дайындап қоямын ғой апа? Иә. Кеттім мен. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Түн емес қой. Күн ба? Түс. Қайырлы түс. Пока. Ұйықтаймын. Мен апаның тамағын берейін. Тамақ тазақты қақсап қалды ғой. Тамағын жасап дайындап қойдым. Тамағын жасадым, орап жейтін тамақ деді. Қасығын чайын қойып қойдым. Тифали қайнап жатыр, ызылдап әне. Тифали ызылдап жатыр. Өзі қосап ыз деп. Қазір апаны барып оятамыз. Үлкен немересі сабақтан кетті, міне ойнап отыр. Апаны оятайық. Апа, тұрыңыз. Келін тамақ дайын ба? Дайын, тамағыңыз дайындап қойдым. Қарным ашып кетті ғой. Ақырын жүріңіз. Құлап қалмаңыз. Немересі чай ішесіз ба? Үлкен немерем кепті ғой, бері келе ғой. Жайын бошақан, шошақан. Жүгіп, чай ішейік. Жарайды. Сосын сіз ішіп болған соң отырам. Мә, апа тек ақырын жүрсеңіз, тесте жүреді екенсіз. Апалар ақырын жүруші еді, бұл апа тек зырылдап тұрып жүреді екен. Қатты. Орын дайындап қойдым әне сізге. Міне, орап жейтін тамағыңызды дайындап қойдым. Чай қояйын ба, жай? Қызылдап қояйын ба, апа? Иә. Апа, қызылдап чай қояйын ба? Иә. Қаңғы тамақ? Иә, сол тамақ сізге. Сонда орап жейтін. Апа, чай ішіңіз.
Немересі екеусі жеп отыр. Сен де жесең енді. Аузымызға қарап отырсың ғой. Отыра ғой, келінім чай іш деп айтпайсыз ба? Өздеріңіз жей бермей. Біртүрлі апа екенсіздер. Тамаққа шақырмайсыздар. Айналайын, сен ғой тамаққа шақырамыз. Мен екем ғой, ой, ұмытып кеттім ғой, кешіріңіз. Сені оятқанын шошып. Байқамай қаптым ғой. Апа, кешіріңіз. Апа, тамақ қалай болып? Дәмді болып па? Тамда. Ұнады ма сізге? Тісіңізге жұмсақ па екен? Сізге ше, немересі, үлкен немересі. Немересі күле береді екен, не сөйлемейді екен. Ұнады ма? Бүкіріп отырмаса, қыздар бүкіріп отыра ма не? Ойбай, немересіне ұрсып жатыр, бүкірейіп отырма деп. Некірес бүкірейіп отыр. Бұл немересі күле береді екен, бір түрлі екен. Ойбай апа, маңғаңыз шығып кетті. Күлгеннен. Апасы да бір түрлі семья екен өздері. Күле береді, бір түрлі семья екен апасы екенсіз. Ойбай. Томатик қалың. Томатик қалың ба? Ойбай, салқын. Назалай салайын. Пиши. Ойбай. Апа, маңғаңыз шығып кетті ғой. Күлем деп. Құрсын, келіне лақтырушы ме еді? Ойбай. Қандай апам мынау, қандай немере мынау. Сіздің бағын. Қантты шайналайын. Ой, апа. Дастарханда тұр ғой қантыңыз. Болдым. Ас болсын немересі. Апа, сіз шайыңызды ішіп болдыңыз ба? Жоқ. Неғса ішіп болсаңыз, образдан шықсаңыз, подписчиктеріңізге қайырлы күн, жақсысты, қайырлы күн деп айтсаңыз. Кешін шығып беремін олар. Күтім. Тез жүретін апа, жынды шайтан кемпір ұқсап. Ура, немересі келді. Ойбай, апа кепті. Апа емес екен ғой. Раян екен ғой. Жалғасын көргілерің келсе, онда комментке жаз кетіңдер. Всем пока.